кештің басты жұлдыздары 50 жылдық кездесуге келіп отырған барша түлектерді ортамызға шақырайық, қол соқпайық бірге. Ал кеттік. Түлектерге қол соқпайық, 50 жылдық. Бірінші ортада жарысына билік, одан әрмен қарай есірек сөйлесеміз. Қол соғайық бірге, 50 жылдықтарыңыз құтты болсын. Айғай шоғайда 59-а, айғайда бірге, мереке құтты болсын. Шынымен 50 жыл болды ма? Жоқ, мектепті енді бітірейін деп бастағансыздар. 50 жылда құтты болсын, бір қол соғайықшы, мерекелеріңізбен.
Тамаша, енді құрметті қыздар, жігіттер, енді бір естелік суретке түсіп төрт көзіміз түгел жиналып тұрған кезде енді ең бірінші рахмет. Тамаша, алдыңа шықты менен Ағыз ақын, тілінен бал мен шекер Ағыз ақын. Бүгінгі 50 жылдық кездесулеріңіз құтты болсын. Ақ түйенің қарны жарылатын, армысың тойға келген ағайын жырымыздан шапан шекпен жағылатын, тауға туып тауылы өскен барлықтарыңызға ассалаумағалейкум деп бір қол соғып қояйық. Береке болсын. Тамаша, мына бүгін ұлы даланың мұранына айналған той дәстүрі Абай облысы, сол Абай облысындағы ерке ертістің жағасы Семей шаһарының төріндегі сонау 1959 жылы дүниеге келіп, сонау мектепті ең алғаш рет 1966 жылы сол мектепке бірге қадам басып, сол мектепті 1976 жылы бітірген түлектердің 50 жылдық кездесуі құтты болсын деп қол соғып қояйық. Берекелі болсын. Тамаша, бүгін сағынысып қауышатын сәт, бүгін балалыққа сапар жегеміз, бүгін рұқсат болса қыз-жігіттер күйбің тірлікті, дүниені, бала-шағаны рұқсат болса бір 4-5 сағатқа үйге қалдырып, дәл мейрамхананың ішіне бүгін бала болайық, бүгін қыз болайық, жігіт болайық. Ендеше бүгін тойларыңыз құтты болсын. Қосып қояйық. Тамаша, енді былай келсек, қазақта әдемі сөзі бар ғой, ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. Осында тұрған қаншама қыз-жігіттердің үлкен өмірге қадам басуына себепкер болса, әуелі Алла тағала, екінші сіздердің аналарыңыздай болып кеткен аял ұстаздарыңыздың бір әдемі тілегі бар. Сол тілекті бір рет тыңдап алайық, рұқсат болса. Сол себептен назарларыңызды бір 5 минут қана экранға барайық, қыздар. Мына камерамызда рұқсат болса. Мынау аял ұстаздарыңыз Рәш Әзімжан қызың сіздерге деген ыстық жарма тілегі қабыл алыңыздар. Айналайындар, сендер осы мен ең алғаш мектепке келіп мұғалім болғанда алғаш класс жетекші болып, сендер 5-ші класс оқысыңдар, қабылдадым. Сондықтан мен сендер маған сондай қымбатсыңдар. Әке-шешеге тұңғыш бала қалай сыйлы болса, сендер де сондай сыйлысыңдар. Мен сендерді мәңгі ұмытпаймын. Бүгін балалық шағын көз алдыма елестеп, бүгін солай еске алдым. Міне бүгін енді сол сендердің мектеп бітіргендеріне 50 жыл толды. Сонымен құттықтаймын, 50 жыл болып, бәріне азамат атанып, үлкен жігіт болдыңдар. Енді осы күнгі жете алмаған сыныптастарым бар ғой. Енді оларға қатын түсірген жақсы дейсіңдер. Қатындарың қабыл болсын, дендерің сау болсын, аман есен. Ол класстастарында бала-шағасы өсіп, аман есен жақсы болсын. Енді 50 жыл толған мен құттықтаймын, дендерің сау болсын, аман есен болыңдар. Енді әрқайсың өз семья құрап, аман есен отбасын. Жеке-жеке үй болып сөйтіп кеткендеріне мен қуанам, солай тілектеспін. Әрқайсың сол балаларыңды жеткізіп, әбден үлкейгенде мінекей пенсияға шықтыңдар. Дендерің сау болсын, пенсияларың ұзағынан болсын, өмірлерің қызықты болсын. Әргі уақытта мен сендердің жақсы болғандарға тілектеспін, соны тілеймін. Шағаларың өсіп, кейбіреуіне жақсы қызмет орналасса, соның өзіне мен қуанып, менің классымның ұлы мен қыздарының баласы деп мақтанып, тәубе етіп отырам. Соны оқушы болған кезде тәртіп бұзып сондай шектен шыққан ешкім жоқ. Тек қана құрал кішкене тентектеу болып, қыздарға тисе
Şu balalık dindik oldu. Sondan keyin oğan ılgıy Ratidin janına tutmayatım. Sonday şak dintikler olup Sokral yüzöndü degende sonday koğanıp her vakta balalı oldu degende son barında men tilektes bop sonday tili koştum. Endi kalganın tügül altına atağına oladı oğan şatasıp ketem olsun, unutup kalatın boldum. Endi buna olsun içinde az kartın demeyen ağaç. Olsun sağdatka aşık bu. Yok, sağdat емес, басқа біреу болады. Tüpkünden çakırıp ayıttı. Solan keyin осы askarmen sağdattım. Aman esenliğin dönüp жақсы olgan ılgıy kalap. Solay süйтіп жүрдім. Енді осы күнді кейде ойлайм, тату мекен, жақсы мекен, жақсы отбасы мекен деп ойлаймын. Мен осы тұңғыш бала қалай болса солай деген ғой, мен осы сендерді өз балаларыммен бірдей жақсы көремін. Жанат тастаған бір топ балаға Ербол жолығып тұр Семейде. Сонда сол мамаң қалы деп айтыпты да, сосын біз сенің мамаңды мама ұстаз демейміз, мама дейміз дегенде ұлым айтып берді, мама сізден туғанына қуанам, мақтанам, солай боп бала шағаларымыз қалай құрметтейді деп айтты. Мен соған қуанып қалдым. Usta қалда бір қатымға барып сөйткенде, Төлегеннің қызы мен тағы бір қыз еді, ұмытып қаламын. Сол Төлегеннің қызы мектептің директоры екен. Енді екінші қызда бірде детсаттың ба бірдемен бастығы. Сонда сол Төлегеннің қызы бетімен сүйіп тұрып айтты. Сіздің берген тәрбиеңізден жақсы қызмет істеп жүріп, жақсы отбасы болып, солай болып, екеумізді күштіміз, ылғисыздықты еске алып, сіздің еңбегіңіз деп ойлаймыз деп солай айтқанды өзім сондай қуанып қалдым, жылағым деп сөйтті, бірақ әлгі екі қыз бетімен сүйіп солай деп айтты. Енді осы жасқа 80-нен асып мен осы жасқа келгенде бәрімді әр уақытта жақсы отбасы болса екен, дендер сау болса екен деп ойлап отырамын. Сол мұғалім болғаныма қуанамын. Сау болып келешекте жақсы азамат болыңдар екен. Мен сендерді тек қана жақсылыққа бастап тілеймін. Бәріне сәлем. Тамаша бір қол соғып қояйық, құрметті қошеметтеріңіз болсын. Енді құрметті түлектер, құрметті қыз-жігіттер дәл болса аяулы жаңағы әзірге керек емес, әзірге дәл болса сіздерді білім нәрімен сусындатқан аяулы ұстаздарыңызға деген ыстық сыйлығымыз бар. Сіздерден естелік, сонда бір назарларыңызға ұсынсақ, бір қол соғайық, құрметті қошеметтеріңіз болсын. Арнайы ұстаздарыңызға сіздердің аттарыңыздан алла келсе, осы сыйлықты табыстайтын болады. Бір құрметті қошемет қойсақ. Барлықтарыңызға тамаша осы сыйлықты алла қаласа ұстаздарыңызға 50 жылдық кездесуден естелік деген жазуымен табыстаймыз. Бір қол соғып қояйық, берекелі болсын. Тамаша, енді сіздерді дастархан басына жайғастырып, бірден тілдеріңізден татпай, әйместік болар, астан болайын, әннен алмайық, тойларыңыз тойға бассын. Жаза егеріңіздер, біз сіздердің құрметтеріңізге әндемі әндерді жолдаймыз. Тойға бассын. Жақсы көрем, ес бол сөйлесем.
Тамаша рахмет, балдарыңызға астын дәлел алып жеміш отырыңыздар. Осындай бір әдемі тілектерден кейін бір жақсылап тост вокал жүріп қосасыздар. Қымбатты барша ханымдар мен мырзалар, құрметті қонақтар, құрметті қыз-жігіттер, әртүрлі ашылуы, жаңбырдың басылуы, шашудың шашылуы бола келешегі, осынау бір қасынау тойымыздың қамын ашып беру үшін біздің кешіміздің төріне ерекше құрметті қошеметпен тұрса орындар ойсырап қалатын, тілек ақтаса тілінен бал таматын Асқар ағамызды, Сеген ағамызды, Алтын апайымызбен Гүлзайра апайларымызды ортаға шақырайық. Бізден құрмет қошемет болсын. Келіңіздер. Қандай қыз жігіттер иә, кеші бүгінгі күннің аяулы анасы болса біреуі Асқар тау бір әулеттің азаматтары десе де бұрынғының ұл-қыздары бүгінгі күннің жұлдыздарына бір қол соғып қошемет болсаңыздар болады сіздерге. Енді бұлай келсек, біздің қазақ тыңдалмаған сөз жетім дейді, сөздің қадірін өзіңнің қадіріне түсінгендің баласымыз тілек ниетке құлақ түрейік, ешкімнің аузына қақпақ болмай бүгін тілекті айтыңыздар. Балалы шаққа сапар жегіп қайтайық, бүгін той құтты болсын. Ал құрметті класстастар, бағана кішкене сылып алып қойдым, бағана бір-бірімізді анау класстастарымыздың жолдасты балалар келгенде кішкене қысылып дұрыс айта алмайды енді. Қазір келіп қарасақ көтеріштім жоқ, бәрі өзіміздің баяғыда ләңгі теуіп бір-біріміздің шашымыз жұлып жүрген. Бұрынғы балалар десем енді артық айтқандық емес. Бүгінгі 50 жылдық кездесу бәрімізге құтты болсын. Айтулы дата 50 жылда ел жаңа деп жатады. Елдің жаңарғанын білмеймін, мына біздің қыз бен жігіттердің бүгін жаңарған ерекше түгел ақ көйлек киіп әлгі мектепте жүрген жоқ, әлгі некеге отыратындай болып кетті бәрі. Қайырлы болсын, қалжыңдай береміз. Дендерің сау болсын. Мынау уақыт деген бәрімізге белгілі 50 жыл, аз уақыт емес, жарты ғасыр 50 жылда бір адамның өмірі де көп болады. Бүгін енді бағана қарап отырсақ, қаншама жолдастарымыз кетіп қалды өмірден. Енді біз артында бағана дұға оқып, Құран бағыштап, ұрпақтарына тілек айттық. Оның бәрі енді біздің міндетіміз. Енді қалғандарымыз аман болайық. Мынау сөз бар ғой әлгі, бір қолдың саласындай, бір елдің баласындай деп жиналып осындай бізге қуанышты сыйлаған, осындай бірлікті, осындай шат көңілді сыйлаған мынау қыздарға сау кезінде рахмет айтып болайын деп тұрмын. Біздің ұрпақ екі қоғам формацияны көрген. Социалистік коммунизмге жетеміз, намыс ән болады деп жүрген адамдарымыз сразу капиталистке кетіп өзі тоқыра ұрындық. Балапан басына тұрмыстау тұсына деп әлгі әртүрлі жағдайлар болды. Соның бәрінен шыдап, осындай күнге жетіп отырған ұрпақ тәрбиелеп, немере көріп, ата-әже болып отырған бәріңізге алғыс айтамын. Енді көп сөйлей бермеймін, мен бір-екі ауыз өлеңмен аяқтасам, сөзім бітіп қалады. Рұқсат болса, тыңдасаңыздар. Очень келіп Бұл өмір мәңгі бақи тұрмас дәйім. Мен бүгін осылайша жыр бастайын. Барлығыңа құшақ жая сәлем бердім, класстас бірге оқыған құрдастарым. Шырқатып әнімізбен сәнімізді, достар ек көңіл аппақ жаны ізгі. Жиналған 50 жылдық кездесуге қош көрдік міне бүгін бәріңізді. Уақытта өз беделін салады екен, көңілімде бас
санамызға бір сәуле түссе деп, ол да деймін мына сіздің арқаңызда. Тағдырға қарсы келген тұралар кім, қайғыны басқа түскен ұғалар кім, өмірден ерте кеткен достарыңа оқыған қабыл болсын дұғаларың. Жиылып әр қиырдан байтақ елдің бәріңге жанұяның бәйтерегі. Бүгінгі 50 жылдық кездесуге ақ жарма тілегімді айта келдім. Әр қашан ашық болсын пейілдерің, шашылған шашу болсын көңілдерің. Ән салып әзілменен ойнап күліп, төрінен осы кештім көрін деймін. Ал құрметті замандастар, құрдастар, бүгін мені көптен күткен осыны дайындауымызға бір жылдай болып қалды ғой. Сол дастархан басына бәріміз шамамыз келсе бір адамдай жиналып отырмыз. Енді бағана қатым түсіріп құран оқытыңдар, енді өзім жағдайыма байланысты келе алмадым, бәрімізге қатым қарап осылып айтқым келеді. Ал енді бүгін кеште жаңа айтып отыр ғой, қыз бен жігіттей болыңдар деп, сол сендерді әлгі кемпір, семпір демей, ерудеміз, алтызамыз демей айтпай, қыз бен жігіттер деп айтайық енді бүгін. Кішкене бұдан кейін біз ешкімге қыз бен жігіт деп айтпайды, өзіміз мақтап қояйық. Көңіліміз өссін дегенмен, түрімізге дегенмен көңіліміз әлі жас сияқты отыр. Лично өзім солаймын енді. Басқаларға солай шығамын. Немере сүйсек көрдім, алдымыз өше бірі сүйгөл жатыр. Кешіміз қайырлы құтты болсын деп, бәріміз бір кісідей атсалысып, мен бәріміз тілейміз бір ғой. Енді осы күнге жеткеніміз де бар, жетпегеніміз де бар. Бұндайда енді кешегі өмірден өткен достарымызды әркімнің өз орны бар еді. Еске алмасқа болмайды, ондаған атап өтіп келдік. Және енді мынау ұрпақтарына солай көрмеген қызықтарын көрсін деп тек айтқым келеді. Ал енді бүгінгі кешті тілегіміз бәріміз денсаулық беріп Алла тағалам сол балаларымыздың, ұрпағымыздың, туған туыстарымыздың қызығын көрейік. Басқа не айтамын енді, мен сіздерге енді 10 жыл оқып деп айтып отырсыздар ғой, мен енді кейіннен қосылдым. Мына Бекбол екеуміз 9-10-да келдік. Иә, бұл да бір адамның басынан бір тағдыр шығар енді. Мысалы мен сол семейде оқып жүріп, мен ауылға келіп, қазақша оқимын деп сөйтіп ойлағам жоқ. Бірақ соның арқасында риза да боламын кейде. Өйткені ауыл мен қаланың өмірі екі түрлі ғой. Мен ең алғаш мектепке келгенде ойым әлі деймін. Ойымда енді қазір айтайын енді болса да. Ол кезде біз енді қыз бен жігіт бұл жаңа қыз бен жігіт болып естіміз ғой. Сонда мына біздің ұлдар қазір өкініп отыр, әйбетсіңдер анау деп. Сол кезде біздің әйбеткемізді бұлар білген жоқ қой. Мен сенбеді, мына 60 жылғы қыздарға. Осындай бәлемай ұлы табатынымыз білмейді. Мысалы, шында да тағдыр ғой енді. Шында да Рәшмаған сонда айтады, Рәшмағанды айтып отырайық енді. Бұны біз рет айтылған әңгіме. Патшадай біздің қыздар тұрғанда 60 жылғы қыздар қайтысына деп ұрсатын. Мына сартқа барып сөйлесіп атады. Қазір енді айтып өтейік, Сағдат бар, Ардақ, сосын Нұрзия. Ардақ қайтасы жалағын келді. Нұрзия емес, Нәзен, тағы болды бір. Соңғы 60 қыздар шына демі болмайды, шына келеді. Бірақ енді біреудің әйелбілгі қыздай деді ғой, сол кезде бұларға да сол. Біз жаманбыздар, сендер әйеліп көріндіңдер, бірақ бұйырдық, мені біздің патшадай ұлдарымызға, Құдай қосқан қосақ болып отырсыңдар. Көбінің 60 жылға болдық келіңдер. Жаңа фотоға түскенде қарап тұрмын, бәріңе әдемі, қандай тура қыздайсыңдар енді. Қыздай деп айтып отырмын, бірімізді көтермелеп қояйық. Балалар шағыларын қызғын көрді қыздар, рахмет ұлдарымызды ақ көйлекпен кигізіп жағаларын кірлетпеген кездесуімізге әкеліп отырған. Ал енді мына біздің ұлдарда жерде жатқан емес, міне бәрі жұмыс істеп, үйлі баранды болып, немере сүйіп отыр, шөбе сүйіп жатыр. Сол Құдай бәрімізге денсаулық беріп, заманымыз тиыш болып, бірімізді көтермелеп, картегенде бір отырмыз бағамызды. Жас кезде көп араласқан жоқпыз. Сол енді қызық көруге заманымыз тиыш болып, көрер қызығымыз бітпесін. Қатарымыз сүйремесін. Біріміз көтермелеп, мақтап, бүгін кеште әйбет қып өткізейік есте қаларлықтай. Бұдан кейін кездесуде кім бар, кім жоқ. Әлгі өміріміздің көбі кетіп азы қалды ғой, шын керек, оны айтып басқа болмайды. 2 жылдан кейін 70 жасымен қақпамызды қағып тұр. Енді оғанда Құдай айтады ғой, адам өмірге келеді, бірақ кәрілік көру бәріне жазбаға дейді. Кәрілікті көруге Алла тағала бәрімізге нәсіп етсін. Соған денсаулық берсін, заманымыз тиыш болсын, балаларымыз қызығын көрейік. Енді келмес ештеңе айта алмадым, енді ренжімеңдер енді.
бәріміз аман есен болайық. Осыны орысша оқыға деп кім айтады? Гүлзар апайымызға бір қол соғып қойшы кетіп болсаңыздар болады. Тамаша. Жаңа құлақ арт жақта отырып, құлақ тұрып отырыңдар. Ағаларым 59 қыздарының ұзында білдім көз толмаған ба? 59 қыздардан ба? Жоқ, қараған жоқ бізге. Шыныңызды айтыңыз. Қарайық мен сізген жоқ бұларыңызды. Бұлай қарабатсың шында да біріміз алған постас бізде. Ержанмен күрәшканда болды, енді күрәш құмырақ Ең шыныңызды айтыңыз, бүгін бөтен ешкім жоқ қой. Сол класстың ішінде сізге хат жазғандар бар ма? Осында отырып жоқ. Осының ішінде отырғандар бар ма? Жоқ. Мен жазайын деген. Ондай жазғандан бойынша айтпай суармады отырмын. Тамаша, онда бүгін жазбаса болды ең басты хатты. Тамаша, әңгіме қарай жалғап құтты болсын. Құшаққа сыйымды өзі. Құрметті менің сыныптас құрбы-құрдастарым, бүгін міне көптен күткен 50 жылдық мерейтойымызды бәріміз бір кісідей атсалысып бүгінгі күнге жетіп отырмыз. Барлықтарыңа құтты болсын айтамын. Бүгінгі той біз үшін 50 жылдық жарты ғасыр. Енді бағана таңертеңгі уақытта қатым түсіріп өмірден өткен достарымызға балаларын шақырып қатым түсірдік. Енді ол қатымыз қабыл болсын. Бір аунап жатқан шығар, бүгін класстастарымыз бізді еске алып жатыр деп. Жас ұлғайғаннан кейін адам туыссыз дейді екен, одан кейін доссыз дейді екен. Жастық шағымыз бір арқатта бірге өтті, 10 жыл бірге оқыдық. Жаңа Гүлзар айтып өткендей, біздің ұлдарымыз осал емес, бәрі бірінен бірі өткен. Енді бәрі отбасымен келіп отыр. Барлықтарыңа жақсылық тілеймін. Енді мен сөзімді қысқартып, мына Асқар көршімнен жұққан маған. Мен де бір ауыз өзімнің тілегімді оқып берейін. Жоға ғой, күндіз жұқпаса түнде жоға. Елу жылда ел жаңа, 100 жылда қазан. Деуші еді мақалменен қазақ атам. 50 жылдықты тойлауға жиналдық біз жан-жақтан. Назира ұстаз әріпті бәрімізге танытты. Жалғастырып сол жолды Нұрпан ұстаз қалыпты. Бастаушпен қоштатты, ұмытпаймыз сол сәтті. 3 кемпірдің қыздары, Күләш Мария Жанемен, тау жақтың құрбылары қайтушек бірге мектептен. Құдайы көршім Асқармен партада бірге отырдық. Алысып өрілген шашыммен сыйыспай сабақта оқыдық. Рәш ұстаз алды тізгінді, 40 баланы сол күнгі. Жас болса да шебер ұстаз көтере білді әркімді. Жақсылығымызды асырды, жамандығымызды жасырды. Тәмамдаттырған мектепті ұмытпаймыз ұстаз асылды. Қоштасу кешін мектептің жасадық біздің үйде. Қайтқан шабақлар жетекші отыратын тастың үстінде. Бітірген соң мектепті әркімдер жан-жаққа кетті. Бригадасында жастардың еңбек жолын бастады. Еркелеп бір сәт жаттады. Жас қайратта шынағы үлкен өмірге аттанды. Адам болып өмір деген өткелдегі басымызға қонды бақыт кептерлері. Білім, еңбек, отбасы деп жүрген кезде өтіп жатыр зымырап жылдар лебі. Орта бөлек, дос бөлек, туыс бөлек. Жастық шақта көп қадірді білмедік елеп. Бүгінде ата әжеміз немере сүйген, жиналып бас қосамыз, сөйлесіп WhatsApp-пенен. Еске алып жастық шақты отырмыз осы жерде. Ортамыз азайып қапты, болған соң фәнилік пенде. 10 жыл өтсін, жыл 20, 100 жыл өтсін, кездесе берейік, себепсіз деймін менде. Қалды. Негізі мына алғашқы түйенің жүгі ауыр деді ғой. Мен өзім жолдастардың ішінде ең ағайы кіші, 59-ның кішісі болатын кенжесі. Содан кейін ылғи артынан сөйлейтін, үлкендер сөйлесін деп. Бүгін енді рет солай қалды ойдеймін. Сондықтан кішкене алғаш болып сөйлеген толқытып тұр. Оның үстінде бағана қатымда жолдастарымызды еске алып, олардың балаларын көріп қатты толқытты. Бірақ бір тәуба дейтінім, біздің
жартымыздан көбіміз осында екенбіз. Соған шүкір деймін қазір. Одан кейін бір толқып тұрған нәрсе, мен ұстазымыз Рашмұған Кередауы деп ойлап, бірақ денсаулығына байланысты тәуба аман-есен жүрген еді. Сол кісінің тілек айтып жатқаны, ойлаймын енді қыздардың мына видеосы ол кісіге ертең емес, қазір ол кісі жатқанша жетіп жататын шығар. Сондықтан ол кісі бізге бұл кісі неге ұрса керек деп ойлайтын мен баяғыда оқып жүргенімізде. Сөйтсе жақсы болыңдар дейтін. Сөйтсе сол жақсы бол дегеннің арты осы екен ғой. Одан кейін ұлдардың намысына тиіп сөйлейтін ол кісі. Сөйтсе ол кісі бізді қамшылайды екен ғой. Осы өмірге ұйымшыл болуымызға, береке бірлігіміздің осындай жарасымды болуына. Міне соған мыңда бір шүкір. Соның арқасында біз сол кісінің намысымызға тиіп қамшылауымен әлі күнге дейін міне береке бірлігіміз жарасып, аман-есен осындай 50 жылдыққа келіп отырғанбыз. Бұл 50 жылдық деген былай қарасаң атырана сияқты болып тұрады, бірақ бұл үлкен күш, үлкен еңбек осының бәрін өткізу. Анау балаларымыздың қайда екенін, қайда жүргенін түгел іздеп табу деген әсіресе біздің еркімізді айтпай кетуге болмайды. Үлкен еңбек. Ең аяғы қалай жүріп тұруымыздың бәрін ақылдасайық, ойларын пікірлерін айтыңдар деп міне бәрінен сұрап отырды. Енді қолымыздан келгенше ой пікірімізді айтып отырдық. Міне сол береке бірліктің арқасында бүгін міне аман-есен қызық қуанышпен міне келіп отырмыз. Енді бір ғана тілек. Барлықтарыңа да денсаулық тілеймін. Ұрпақтарың аман болсын, солардың қызығын көріңдер. Алла соған қызық қуанышты көруге нәсіп етсін. Тойларың құтты болсын, достарым. Енді бір ән бар еді. Өйткені мен өзім айтқам, бір тілекпен ғана қысқарата салмайық, әркім өнерін көрсетсін, жоқ дегенде анекдот айтсын, көңілді көтеру керек деп. Ол әнге шыны керек таңертең ғана біраз дайындалдым, бірақ жаңағы толқыныстан кейін шықпайды-ау деп жаңа асабаға айттым. Мүмкін арасында бір әдетті келтіріп жібересің ба деп. Дәл қазір кішкене ол әннің дауысын дірілдеп тұр, шынын айтқанда толқып тұрмын. Ол толқынысың бәрі қазір барлықтарының тілектерінен кейін, көңілді отырыстан кейін басылады деп ойлаймын. Барлықтарыңа да жақсы көңіл күй Алла сыйласын бізге. Жақсылық болсын. Тамаша, енді сіздерге айтар тілек ең басы қатарларың сермесін. Ағайын адалысы кәсіп етсін, талай-талай асудан асып өтсін. Алла берса сіздерге енді 55 жылдық кездесуде де тілек айтуды Алла сіздерге нәсіп етсін тілек білдірген. Береке құтты болсын. Қазір естелік суретке түсеміз. Десе дағы сіздерге арнайы дайындалған сыйлықтар бар. Жаңа апайым әзіл сөзбен күлмекке жақсы дейді, бір әдемі сәт еске алды ғой. 59 жігіттер бізге қарамады деді. Сол себепте сізге шежірелі шаңырақ деген бір жастық берсек деп тұр. Бір болса қоя құрметті қошеметтеріңіз болсын. Және жаңағы Ақжарым артылеген бір әдемі әнмен әспеттеген біздің аяулы аналарымыздың бірегейі, дәстүрді дәріптеген, дәстүрді діннен іздеген, дәстүр діңгеге деген аяулы анамызға бір қол соғып қоя құрметтеріңіз болсын. Және дәл өзі осындай асқақтау әкелеріміз, ауылымдағы ағалар, мен үшін олар қаранар, сөйлемес бұрын сен маған, Арқаттың 1959 жылы дүниеге келген жігіттеріне қарап ал. Бір қол соғып қояйық, құрметтеріңіз болсын. Мынау ынтымақ ұясы дейді, ағама бір қол соғып қояйық, құрметті қошеметтеріңіз болсын. Сіздікі көге, сіздікі менің әйеліме деп қарап тұрсыз ба, точно басқа біреудің әйеліме кетіп масқара болып жүрмеуге бар. Және махаббатқа 50 жыл дейді, Асқар ағама бір қол соғайық. 59 қыздардан аман алған жігіттерге бір қол соғып қошемет қояйық. Тамаша. Ал естелік суретке тиіп тартамайық.
Сіздердің құрметтеріңізге арнайы дайындалған бүгін кешіміздің ұлттық ас мәзірін алдырайық. Рұқсат болса қазақ етті емес ниетте, табақта емес қабақта. Сіздердің құрметтеріңізге арнайы дайындалған ыстық ас мәзірі. Астаналайық, дәрден алайық, біздің қазақ қарны тоймай, қанға да сәлем бермейтін екі баласымыз сол жерде мазаларыңызды алмай. Енді Астана ғаламатынан қазақтың жаны домбыра, қазақтың сәні домбыра дейді. Атқа мінгенмен домбыра ұстаған қазақтың кеудесін осы уақытқа дейін ешкім баспаған. Ендеше бір әдемі ән болсын, денсаулықтарыңызға зияны тимей шабалақ болса, ағамның бір әдемі әніне қол соғып қойып жіберіп қойсаңыздар болады. Төртінші класста біз о кезде сен біле қоймайсың бауырым, бізді коридорға тұрып хормен өлген айтып қояды. Соларды айтатын бәрін есіне түссін сауларың. Сол өлеңді бірге айтайық бәріміз. Қаратау вальсі, шәкірт марқұм Қаятау вальсі деп айтады. Енді сол әнді орындап көрейік. Давай, баста. Алыстан шақырар, Қаратау болдырар, төсінен атылар, тасқындап мұңлылар, Қаратау аспандай, бойында жалындар, шешілген тастардай, етегі Тамаша, енді Астаналайық, дәрмен алайық, астарыңыз сәнді болсын. Біздің қазақ қашанда машулан жан келеді дейді. Ал қарны тоқ адамның көңілі қашанда тамашаға түседі. Ендеше бүгінгі 50 жылдық кездесуде қарнымыз да көңіліміз де тоқ болып болсын. Мазаларыңызды алмай, бір 5 минут үзіліс жариялайық. Астарыңыз сәнді болсын, асық болсын. Жалпы адамды ұрып қинап жылатуға болады. Бірақ адамды еш уақытта қинап көңілін көтере алмайсың. Қуаныш деген шынайы болу керек. Ендеше 50 жылдық кездесуге жиналғанымызға қуаныш болса, айқайға қояйықшы. Мереке болсын. Мынау Шерхан Мұртаза деген қазақтың бір әдемі классик жазушы айтады. Адамның жүрегіне, адамның бет жүзіне әжім түссе де, адамның жүрегіне еш уақытта әжім түспейді дейді. Сіздер бүгін 18-дегі қыздайсыздар, 16-дағы дос бала жігіттейсіздер. Жаңа қарадым, тіл көзі тасқа, тыпай. Енді бұлай келсекші, Алла бұйырса біздің 50 жылдығымыз 55 жылдық кездесу болсын деген жандар, оң қолымызды көтерейікші, оң қолымызды. Осы 55 жылдыққа барайық дегендердің бәрі оң қолымызды көтердік ба? Енді осы оң қолымызды оң жақтағы отырған адамның иығына қояйықшы, оң жақтағы отырған адамның иығына қоямыз да,
Сол кісінің иығына қоямыз да, сол кісінің бетіне қараймыз енді. Сол иығына қойған адам бетіне қарайшы. Иығына қойған адам бетіне қарап тұрып, сен қандай сүйкімдісің деп айтайықшы, сен қандай әдемісің деп айтайықшы, бір-бірімізге. Әдемісің, сүйкімдісің деп. Аға, мен сізге уқала деген жоқ, о неге уқала аласыз? Қандай әдемісің, сұлусың деп айтайықшы. Тамаша. Енді қатарыңыз сиремесін. Бұйырса ұзақ өмір сүрейік, бұл қыз немере сүйейік дегендердің бәрін сол қолымызды көтереміз. Енді сол қолымызды көтереміз, сол қолымызды. Енді осы сол қолымызды сол жақтағы отырған адамның иығына қоямыз. Сол жақтағы отырған адамның иығына қойдық па, енді сол кісінің бетіне қарап тұрып, менің түрімнен неше таң қойды қойдыңыздар, осылай. Енді біздің қазақ өзі айтыр ғой, жақсы жаны бұрыс дейді, көп тілеу көл дейді, бір жақсылыққа балай. Қазір тоқтамай бірнеше шабыл алсаңыздар, сіздерде 25 жылда кездесу болсын. 25 шабыл алсаңыздар, 60 жылда кездесу болсын. 3 шабыл алсаңыздар, 65 болсын. 4 шабыл алсаңыздар, 70 жылдық болсын. Ал кет бірге. 25 жылдық болсын мейірса. 60 жылдық болсын. 80 жылдық болып ан жақта сіздермен бірге жүрмеймін, мен сол жақта жағаласып. Той құтты болсын, көргенімге қуаныштымын. Жалпы жер бетінде қазақтың көңілінен шығу деген қиын дүниеде, кейде осындай бір үлкен ордаға барып сөйлеп жатсаң, кейбір кісілер ренжиді. Ана жас бала үлкендердің алдына түсіп көп сөйлеп кетті. Тағы түк айтпасаң тағы ренжиді. Ана ақшасын төлеп шақырған табанасы түк айтпай кетті. Сол баяғыда бір апам айтты ғой, бойына емесем шалынан қорқам, бойыма емесем тоқалынан қорқам деп ше. Сол сияқты орта жолдан қалып кетіп жүрмей, оны өшіретіне сіздерді құрмет қошып етіріңіз. Бір Аллахан сүйістіріп қойсаңыздар болады. Керемет болыстарда. Тамаша, енді құрметті достар, құрметті қыз-жігіттер, енді былай келсек, бір дастарханның басында бір әдейі ойын болсын. Мен жалпы бірдің әйелімен жерге ұнататын балалардың қатарынан емеспін. Ойының шарты қысқа нұсқа бір әдемі әндерді жазылайын. Қандай ән екенін тапсаңыздар болды. Ендеше бірінші әнді құя қылайық. Бұл қандай ән? Кім біледі екен? Бірінші болып қол көтерген апайым шақырып келе қойды. Ортаға билеп берші. Siz емес апайым шақырды. Қайда ұшықта бірге оламыз? Дауысын кім айтады? Ән тапқан кім? Мен. Ән тапсаң сен өзіңіз айтасыз да кетіп көрейін. Балам тапқан өзі олай. Жоқ, мен сізден сұрасам, сіз менен сұрапсыз. Қандай кәдімгі кетік ән шырқаңыз, білетін жеріңіз айтсаңыз болды. Әншір отырғанда ұят екен әжете. Іздегенде табылатын қасымнан, кім бар екен баларымды досымнан. Жан досым, үстем болсын мерейім, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпейсін, жырымызда бітпейсін, сырымызда бітпейсін. Ой, апай, білмеймін, әншілікті ұрайбыз ғой, бір қол соғып қоян, құрметті қошеметтеріңіз. Тамаша, енді бұлар келсек, тек сөзін білетін қонақтар ғана қол көтерсіз. Келсіз қой. Ал, келесі ән сыңдайық сонда. Білесің? Ал, қол соғып қоян, әдемі солығымызда. Негізі шапалақты адам екі жағдайда соқпайды екен. Не көре алмай отырады, не қорқып отырады. Көре алмай отырсыздар ма, жоқ қорқып отырсыздар ма? Бір қол соғып қояйыншы қадыры. Бейіңіз ба, жоқ әлде біреуді аласталасыз ба, не істеп аласыз? Қандай ән? Көзімді жұмсам да көрем сені.
Gözümde şımsam da görüm seni. Seni kalmadım konuşuyor. Kuve olala da vakıtıma. Kuve ol köklerin gülün gülü. Kuve ol şulduz. Kuve olayım. Kuve ol tavus. Тамаша, мынау көзіңді жұмсам да көремін сені дедіңіз ғой. Әннің сөзі солай да негізі. Бар ма негізі көзіңізді жұмсам да көремін кісіңіз? Кетіп қалған. Жаным, бір қол соқпай құрмет қошеметтеріңіз болсын. Тамаша, енді келесі тағы да бір әдемі ән тыңдайық, қандай ән? Аға білесіз бе? Келіңізші, бір қол соқпай қалама. Құрмет қошеметтеріңіз болсын. 29-ның жігіттеріне қол соғайықшы бірге. Ой, тамаша, қош келдіңіз. Мына жаңа сол 29 дегенде неден шығады ғой. Енді сіздердің жастық шақтарыңыз ерекше сәт қой. Қазіргі сияқты телефон жоқ, гаджет жоқ. Ол кезде балалық шақта ерекше болды. Жаңағы тастың өзінің машинаға майдаңыздар, шыбықтың өзін артық міндіңіздер дұрыс қой. Енді былай келсек, сіздердің кездеріңізде ауылдық жерлерде әрқилы жылқылар жігіттердің мектептің ысқырығы болады, дұрыс қой. Мен ысқыра алмаймын. Ендеше 59-лардың ысқырығы қандай еді тексеріп көрейінші. Кім? Тентек деді ма осы кісі? Біраз бұрышқа тұр. 59-дар ысқырығы сағындық қой, бір ысқырып көрейінші, өзіміз отырмыз. Кім біледі? Жігіттер бар ма? Бұларда бәрі протез істер. Көрейікші, білесіз ба? Кәдімгі. Орбай, қазақта сөз бар, сырлы аяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді, бір бол соқпай-ақ 59-ғы ысқырығына. Тамаша, қандай ән болды жаңағы? Құдаша ғой. Құдаша қой деймін ба, жоқ құдаша ма? Құдаша. Болды, оны айтамыз кетіп бірге. Келші, келші, бермен келші құдаша, бір сөз айтам өмірге ұнаса. Екшермен деп ұрсама деп сәлем жоқ, неде болса келіп келші қонаша. Дедім дағы қысып қалдым көзімді, жерге тастап кетеме деп сөзімді. Деген жас жүректе зәре жоқ, сабыр сақтап тоқтатамын өзімді. Әннің бар ғой, әннің екі жерін ағам күшті айтады екен. Құдаша, одан кейін оңаша деген жақсы айтты ғой, бір бол соқпай. Құрмет қошеметтеріңіз болсын бірге. Тамаша, ал кет, тағы да деген ән жазып көрейік, келесі қандай ән. Ол көтеріп қояйық. Төр дастарханда арулар. Төрдегі. Қандай ән, кім біледі? Төрдегі. Апайым шақырайыншы, келе ғой, жолдарға билет келеді. Тамаша енді достым, сәл әнді айтсаңыз болды. Енді сәл білет жеріңіз айта беріп ұялмаңыз. Миллионы, миллионы вопрос. Из окна видишь ты. Маған примерно қалған өзіңе болды тұр. Бір бол соқпай құрмет қошеметтеріңіз, Алла разы болсын. Тамаша енді әрмен қарай тағы да бір әдемі ән жазайық, қандай?
Bilesizler mi? Tamam, kelesen, Жас шатыр әлі. Жалпы жаңа бір апайым айтты ғой, біздің жігіттер 59-ның қыздарына қарамады деп. Сол кезде соқыр болған ба, не қылған? Мынандай қызға қарамай жүрген 59-ның жігіттері бір қол соқ қояш, құрмет қошып кетіреді. Тамаша, қандай? Тамаша енді осы ән айтсаңыз, бір рет жеріңіз айтсаңыз болды. Еске алсам. Тамаша, бұл кісі жаңағы әнді енді шығарып атқан сияқты. Бір қол соқ қойып құрмет қошып кетіреді болсын. Бұл енді мазаларыңызды алмай бір соңғы ән болсын, соңғы ән кет. Келін болсаңыз 59-ға бір сәлем сап қойыңызшы. Ойбай, мен де ішіндегі ойы 69 келген апаға сәлем салып. Тамаша, Құдай өзі кешірсін, апа деген сөзімізді кешіріңіз, той құтты болсын. Қандай? Бірінші рет сәлем салып. Тамаша енді айтыңызшы осыны. Siz ән айта демесіз ғой, жоқ маған не әкеліп береді деп түсініп болса ғой. Тамаша Алла разы болсын. Келіндерге болса ғой. Мынау шалдардың әдемі сөзі бар. Келіні жақсы үйге көргісі келгісі келеді дейді. Ал келіні жаман үйге лажы болса, келгісі келгісі келеді дейді. Құдай сондайда сақтасын. Дәл 59-лардың шаңырағына әрдайым көргісі келсе бір қол соғып көшіп тұрғандар. Ойланыңыздар боласың. Астаналыңыздар, дәрмен алыңыздар, осы ет дегеннен шығар, үлкен болса бір құлалықтар жүр, бір той басқарып, бір үш апа отыр, қазір жастар түсіріп алады. Жастар ет жей алмайды дейді. Неге десе бір апам тұрып айтады, кезінде менің ақсақалым деп бір сиырдың етін өзі жалғыз тауысқан деген ас болсын деп шынымен ғой, қазір жастардың көп фастфудтермен дүниеге ауыз ес болып кетті. Содан екінші апам тұрып айтты, ол апаң айта береді, кезінде менің ақсақалым бір тайыншаның етін өзі тауысқан дейді. Ас болсын дедім. Содан үшінші апам шыдамай кетіп тұрып айтады, әй балам дейді, ана екі апаң айта береді, кезінде менің ақсақалым бір сапосын балық жегенде қойыпты. Ендеше сол бастарыңыз зәр болсын. Асқарға мен көп сөйлеген жоқпын ба? Сол көп сөйлегеннен шығар, тағы да біреуден сұрайын ғой. Апа, мен көп сөйлеген жоқпын ба десем, апам айтады, балам сөйлей берсе, бәрібір сені кім тыңдап отыр деп қояды. Сол себептен сөз қадір, өз қадір. Бір қол сол көшеге тұрайық, берекет болсын. Қаншама шақырымды артқа тастап берген, достық деген сөзді туып етіп келген, мен аяулы жандарды сахна төріне шақырайын. Мына ел ордасы Астана шаһарынан бас қаладан келген Зәуре ханымды, Бинас ханымға бір құрмет қошемет жасап қояйық. Және де мынау өзіміздің көршілес облыс, Шығыс Қазақстан облысы, Өралтайдың бауырынан келген, Өскеменнен келген Бәти анамызды және арнайы Шар қаласынан келген Хатия ханым мен Зайра ханымдарды ортаға шақырайық. Қыздар бірге билет. Сіздер үйдегі немереге апа шығарсыздар, біреуге ана шығарсыздар десе де бұл кісілер кезінде ешкімнің қолы жетпей жүрген қыздарға бір қол соғып қошемет тұрып қояйықшы.
кейбіреуіне әлі ешкімнің қолы жетпей жүрген сияқты ғой, бір той құтты болсын. 4 ару да Аллаға шүкір, мынау кешьюдің 4 қызы сияқты келіпті қарап қойсаңыздаршы. Дәл сізге қарасам, ана Жанар Тұғаловадан алмай тұр ғой, қазгерастың өзі бір қол соғып қоя құрметті қошеметтеріңіз. Енді сіз ойлап тұрған шығарсыз, ішімнен мен кім болдым деп. Сіз кәдімгі еркек Есмахансыз ғой, бір қол соғып қоя құрметтеріңіз болсын. Тамаша, той құтты болсын. Енді олай келсек, жаңа айттым ғой, тыңдалмаған сөз жетім, сөздің қадірін, өзімнің қадірін деп түсінген елдің баласымыз Әл-Фараби айтады, сөз ұзақ болса өсекке айналып кетеді дейді, ал сөз қысқа болса тілекке айналады дейді. Бүгін біз өсек айту үшін келген жоқпыз. Біз бүгін тілек айту үшін балалық шаққа сапар шегуге келдік. Той құтты болсын. Құрметті, қадірлі менің класстастарым, ұлдар, қыздар, ардақты келіндер деп айтсам не артық болмас деп ойлаймын. Өйткені маған мен көбінесе көп келген жоқпын ғой, бірінші рет көбін жаңа бүгін ғана танысып отырмын. Мағанды Алтынғайша бірінші келіп былай. Сәлемдерге. Мен шынымды айтсам, оны түсінбей қалдым басында. Содан кейін өзі Гүлбара келді, қалғандар келді. Өзі бастағанда сол кезде түсіндім, что действительно рахмет. Рахмет. Өте сондай жақсы. Мен не айтам? Бізде қыздар уже чаттар дайындала бастағанда осындай кездесу болады. Ойлап, ойыма түсіргенім бірінші школ кезінде, мектепте оқып жүргенде біз Гүлзайра екеуміз «Журавли» деген өлеңді айтатынбыз. Гүлзайра есіңде ме? Беріктен қанатпен Беріктерге гитарада ойнайтын, иә? Екеуміз «Журавли». Мен сүйемеді. Сен ба? Менің де сүйемеді. Онда кешіріңіз десе. Содан кейін ойыма түсіргенім, қыста біз Гүлзар екеуміз шаңғы тегуге барамыз да жарысамыз. Сонда бәрібір мен қанша тырыссам да Гүлзардан қалып қоятынмын. Содан кейін біз бригада болып, мектеп бітіргеннен кейін қой бағуға бардық та. Сонда біз ойыма түсіргенім Бинас, содан кейін шәкірт. Үшеуміз сөйтсем, бізде еще Бәти болыпты, Тоқтарбек, Серікті. Сағдат қайсынан? Не, көбінесе ойымда жоға, мен кеш келіп, мектепте ертерек кеттім, аяғына дейін бірге оқыған жоқпын. Но бәрібір осы бүгін кездеске келгенде шынды айтсам, түгелдерің прям көзіме оттай басылдыңдар. Сондықтан біздің қыздарға Сәуле, Алтын, Секен ұйымдастырып жүрген басында Асқар мен сен қайта айтып ұмыта беремін, кешір. Үшін көп рахмет. Басын дейін. Тағы қандай естеліктер бар. Содан кейін ниететінім еще біздің Бақтық Айша екеуміз ойыма түскені немен флягамен көз сатқа суға баратынбыз. Сол жерде екеуміз суды алғанша сабаққа дайындалып бір-бірімізге айтатынбыз. Так. Тағы да бір қызықтар ойыма түседі. Жарайды онда. Біздің күнгі тойымыз құтты болсын. Осылай жақсылық осы тойымыз тойға ұласа берсін. Ардақты менің класстастарым, жаныма жақын достарым, балашағымның көргендері. Біз бәріміз бүгін 60-тан асып, 67-66-дамыз. Сондай уақытта әр өмірдің кезегінде
бір артқа қарайтын болсақ, біздің ең бір алаңсыз шақтарымыз сол балалық шағымыз. Өз басым балалық шақ дегенде есіме үнемі төменгі кластағы уақыттарымыз түседі. Ең бір ешқандай алаңсыз, кереметтей бір сенімді көп сондай шақтар еді. Сол кезде осы отырған бәріміз бір-біріміздің қандай адам қандай болғанымызды жақсы білеміз. Түрімізді, әртүрлі қимылдарымызды, түрлі істеген істерімізді. Оның барлығын айта берсе, бұл жерде енді біз таң атқанша айтуымызға болады. Меніңше біз әлі кездесу барысында ол туралы әлі талай айтамыз. Бүгін осы өткен өмірге қарасақ, ең бір адамның енді ең бір алаңсыз шағы ол балалық шағы. Сол балалық шақтағы барлығымыз бір-біріміздің куәміз, қандай адамдар екенімізге, арман қуған, өскен уақытта талай нәрсеге қол жететіндей болып армандағанбыз, бірақ өмірдің өзі жай емес. Ол өмірде қиыны да бар, қызығы да бар. Әрбір адамның бір адамды сөгу үшін сол адамның жолымен жүр дейді. Өйткені қызықта да, қиындықта да, қандай болса да, кейбір кезінде армандаған армандарымызға қолымызды жеткізе алмадық. Бірақ осындай бүгінгі күні 20 жыл өткенде бәріміздің осы жерге аман есен келіп отырғанымыздың өзі бұл да бір үлкен бақыт. Олай болса, осы бақытымыз ұзағынан болсын. Мұқағали ақын өзіне 20 жылдар өмір берші деп сұраған екен кезінде. Ол жай жылдар емес, жалынды жырларымды жазып кететін 20 жыл бердік. Мен өз басым, өзімен де, өздеріне де 20 жыл ғасыр бердік деймін. Ал араларында 100-ге келем дегендерің болса, келіңдер, бірақ 20 жыл анық берілсін. Сол жылдар қазір енді пенсияға шығып жас осындай кезеңге келгенде реально алжымай аяқ қол жүріп сол бала шағаның ортасында барлығымыз ақырындап, аяңдап солай бір 20 жыл ғұмыр сүрейік деп талаптанайық, айтпайық. Біз қашан өмір сүреміз, қанша өмір сүреміз деп. Біз барлығымыз өмір сүруге тырысайық. Балаларыңмен, немерелеріңмен кезінде уақыттарың жоқ болып көре алмаған мультфильммен киноны көріңдер, кітаптарды оқыңдар, күнделікті физкультура, спортпен айналысыңдар. Әртүрлі жолдарын қарастырып, барлықтарыңа осы отырған мен сол 20 жыл ғұмыр тілеймін. Көре алмағанды жүге қоймасын. Соның барлығын жүзеге асыруға тырысайық. Енді қандай үлкен адам болғандықтан әрқайсымыздың өмірімізде әртүрлі қиындықтар да болды, жақсылықтар болды. Сонда әрқайсымыздың айналамызда жақсы адамдар болды. Сол жақсы адамдардың бірі осы отырған сендерсіңдер. Олай болса, осы бүгін осы кеште, мына 20 жылдық кеште мен сол Мұқағали ақынның бір-екі ауыз өлеңін оқып берейін. Бар екен ғой, бар екен жақсы адамдар, жақсы жоқ деп айтпаңдар патшағарлар. Ренжісеңде қайсы бір патшаларға, күл шашпа, кір шалмаған ақша қарға. Қарады, ойладым да қарадым суық деп ақша қарды. Суық болып адамдар жат саналды. Сәл жылыса қар деген ирид екен, ағыл тегіл суарып бақшаларды. Күйі бөтен демеймін, үйі бөтен,
Жақсы адамдар бар екен сүйіп өтем, жамандарды іздемен өзақ та бар, жақсыларды табуың қиын екен. Мен адам маған ұнайды қылығымен, толқынымен ұнайды тұнығымен, біреулері тоңдырса шылығымен, біреулері жылытады жылуымен. Адам маған ұнайды қылығымен, мен адамға ұнаймын мінезіммен, мың сойқандық аттанар бір өзімнен. Жақын тартса, біреулер сыртқа тепсе, өкінбеймін өйткені кінә өзімнен. Өкпелетті талайлар, өкпелеттім, өкпелетіп адамды көктемек кім? Жақсылық па, жүгірем құршақ ашып, жамандық па, оған да бетпе-бетпін. Көзімен де қылығымен баяндаған, адамдардың мінезі аянбаған. Қандай бақыт солардың ортасында, жетер жерге жеткенше аяңдаған. Мен осында отырған жақсыларым, жаныма жақын жақындарым, класстастарым барлықтарыңа сол жетер жерге жеткенше бірге аяңдайық деп айтамын. Бәтия апайымыздың аузынан бір әдемі сөз шықты, жақсы деген ендеше жақсы адамдар, мызғымас тасқа малдар, табанның астында жатады әлі, пенделіктен өлі саспағандар. Мен сендерді сондықтан жақсы көрем, жақсы адамдар. Жақсы адамдарға бір қол соғып қояйық, құрметтеріңіз болсын. Бәтия апай, жаңа тағы бір тілегіңізге құлақ тұрдым. Жаңа сіз 20 жыл дедіңіз, Алладан тағы бір 20 жыл сұрадыңыз. Енді мен математикадан шорқақпын. Енді 20 жыл жаңа сұрасаңыз, сіздер примерно 87-88-ге анжаға кетіп қалай депсіздер да? Бір енді рұқсат болса бір тағы 30 жыл сұрасақ ештеңе кетпейді шығар. Сол себептен бір 30 жыл ғұмыр сұрайық. Ең бастысы Құдайдың берген жасаңыздар. Ең бастысы өлгенше тірі болсаңыздар болды ғой, бір құрметтеріңіз болсын. Әрмен иншалла келіңіздер. Қадірменді класстастар, бүгін міне үлкен қуанышты күнді басымыздан кешіріп отырмыз. Өте қуаныштымыз. Осы міне бір айдан астам үйде отырып осы неге дайындалдық 50 жылдыққа. Мен мына Зәуре біздің қайғылымда келісіп бірге өскен Зәурені оқуға кеткеннен бірінші рет көріп отырмын. Бағанадан әңгімелесіп шерімізді тапатып отырмыз. Біз енді мына 29 жылға ұлдарымыз алтын, қыздарымыз да өте әдемі. Біз керемет жұмысшы болдық. Мына таудың үш қызы болды. Күләш марқұмды айтпай кетуге болмайды. Бір аузын ашса жүрегі көрінеді. Біз керемет бабушка болдық. Мәрия алтын. Мәрияның мамасы мені Сәулебектің қызы дейтін атымды атамайтын бір керемет. Бәріміз бір-бірімізге біріміз барып отырып, ол кезде шай ішу, билеу деген жоқ, барып бір-бірге отырып, әңгімемізді айтып, мына алтын екеуміз бөлек екенді мен кейін алтын бір партада отырып, ол кезде ручка жоқ қой, ручка кейде бер десең бізге бермей қояды. Алтынның мамасы мен менің мамам апалды сіңірді ғой, сол алтын айтып, сен еліне қаттысың өзі. Отырған мұңды отырады алдыңғы жақта. Өмір деген солай тәтті міне шәкірт марқұм мен қанатына кейін шардан қыз алды. Содан біраз күннен кейін үйіне барып, мен Гүләға айтыппын, біздің ұлымыз алтындай сені бақытты қылады. Сол сөзді қоймайды Гүлә. Керемет қуаныштымын міне. Толқыдық, бәрілеріңді көріп отырмын, бәрің бір-бір үйдің иесіңдер. Гүлзара жаңа айтады ғой, көп балалы аналардың неге атамға кетеміз, біреуміз 5 бал тапты, біреуміз 6 бал тапты деген. Неше түрлі қызықтар бәрі ойыма түсіп отыр, өте қуаныштымын. Дендеріңіз сау болсын, бастарың аман болсын, той болсын. Ал менің құрметті класстастарым, ұлдар, қыздар, бүгінгі мына 50 жылдық мерекеміз қайырлы құтты болсын, деніңіз сау болсын. Кеше ғана 10 мектепті бітіріп, бәріміз арманға қанат қағып осы мектептен шыққанымен әрқайсымыз әр қияға кетіп, өз жолымызды тауып, бірімізден 50 жылдықтармен
Kızlarımız erkeği ata tanısa, kızlarımız ülgü ana apa tanıp kelip mine birimiz көріп мәреселер болып жатырмыз енді осының өзі бір үлкен қуаныш көңіл той деп міне осы енді осы тойымыз тойға ұласып деніміз сау тек қана мына арамызда кетіп қалған согласниктеріміздің барлықтарының да бір өкініш осындай қазіргі немеренің қызығын көретін кездерінде кетіп қалғаны бір өкініш енді бәрімізге де енді оларды еске алмай болмайды бағана түсіру қабыл болсын енді олардың ұрпақтары жалғаса берсін әкелері көрмеген қызықтарды бала шағалары көрсін ұрпақтары көрсін барлықтарыңыздың семьяларыңызға бақыт тілеймін ұрпақтарыңыз жалғаса берсін немере шөбере сүйегі жазсын тек қана осындай қызық қуаныштарға басымыз қосылып енді қатарымыз бұдан кейін сиремес екен деп тілеймін барлықтарыңызды құттықтаймын дендеріңіз сау болсын бәріңізде бақытты болыңдар балалардың немере шөберелердің қызығын көріңдер қайда жүрсеңдер де жолдарың жарқырап жарық ашық болсын бәріңізде дендеріңіз сау болсын мен енді кішкене толықтым өйткені менің 2 жыл қасында отырған кластасым қарадым жоқ ана жолы келем қатымда дедім оған билет алдым бірақ келе алмадым өзім ауырып қалдым қатты қайтадан билет алып келген жол болды енді қанатта мен өзімді қарағама ордаға барғанда ақыркез көрген екен серік екеуі сонда ақыркез көріппін қанат удармен топтасып кіріп кетіп барып қайтадан артқа қарап мені көріп келіп құшақтап бетінен сүйіп амандасып қайтадан сау болайын қайып сұрап кете бар сол келем ғой деп қатымда келем ғой деп осы тойда көрсем ғой қалып сұрасам ғой қанатпен деп сағынып өзі ештеңе сөйтіп жүрдім мен көре алмадым сол кішкене соған жете алмадым мен өкінішті қанатты ұмытпаймыз енді қанатты да серікті де сегіз жерде үйдің жанында көршіміз болды серік пен қанатты сол ақырғы өзімнің қалаған есіне барғанда көрдім одан кейін кездестірген болдым енді барлықтарыңызға де достар алғыс деп елдер бөлетіміз барлығымыз достарымыз барлықтарыңыз дендеріңіз сау болсын бақытты болыңдар 100 жасаңдар 100-ге келейік тойға ұласа берсін бүгінгі енді осы кешті өтіп жатқанына өте көп атсалған біздің жігіттерімізге үлкен алғыс айтқым келеді сол бүгін енді мынау біздің осы кешті өткізуге үлкен үлес қосқан жігіттерге рахмет деп өз атымнан біздің қазақтың мықты ақындары мұқағали мақатаевтың мұхтар шахановтың өлеңдерін сыйлап 100 жасқа дейін милары жақсы дамысын деп осылай бастайық деп бірінші асқарға одан кейін Секен Меркулайды. Ал енді мынау біздің осы мықты әншіміз Ержан осы жерде отыр. Осы Ержанға Төлеген Айбергеновтың өлеңдерінің ішінде сағынбай жатып шығушы болма сапарға деген өлеңді репертуарыңа ал деп табыс етейін. Осындай тойда мына біздің екі бастыққа өте көп көмек көрсеткен Гүлзайраға алғыс айтамын. Қарлығашқа және Марияға.
Бүгін осы кеште кештің ең басынан бастап аяғына дейін бүкіл ауыртпалығын көтеріп бар жағын жақсылап тұрып ұйымдастырған және де алтын мен сәуленің еңбегіне бес қоямыз деп ойлаймын, солай ғой. Олай болса есебіне жетесіз. Сіздер 50 жылдық кездесу ұйымдастырмасыздар ма, жоқ әлде құлалық бастап кетті ме дейді бұл жерде. Тамаша, енді жаңағы дәстүр бойынша келген тілек айтылған сұлу ұзарға бір қол соқпайық. Сіздерге де бір әдемі жастық, бұл жастықша мейірім ана дейді, құшағы кең, аяулы мейірім анаға бір қол соқпайық, келе қойыңыз. Және де осындай әдемі жастықса, ұрпағымен ұлықталған аяулана деп бір қол соқпайық, құрметтеріңіз болсын. Пенде болсын, президент болсын, бәріміз анадан дүниеге келеміз ғой, ендеше бақытты ұрпақтың анасы деген әдемі сыйлық сізге. Және арамыздағы өнегелі отбасы, шаңырақ иелері бір құрмет қошеметтеріңіз болсын береке. Ал құрметті құрбылар, құрдастар, мен кішкене толықтырып берейін. Мына номинациялардың авторы Нұрпан, негізі бастаған Гүзайра көмекшімізі. Ал одан кейін толықтырған Нұрпан біле отырсын деп айтып жатыр. Енді біздің алтын екеумізге бәтие сыйлап отыр ғой, енді біздің де бәтиеге арнайы сыйлығымыз бар. Бәтиеге біз мынандай номинация жасадық. Сыйластық символы деген номинациямен жасадық. Себебі бәтие біздің арқалықтар деген чатқа кірмейді ғой, білесіңдер. Бірақ кірмесе де бізге шын жүрекпен тілектес, анда-санда біліп, бар жағдайымызды жағдайлары қалай, ақшаларын едені жеткізсін не салай, әрқашан біліп көмектесіп отырды. Осы үйге спонсор болды, былтыр білесіңдер Марияға көмектескенде спонсор болған, жүрегі кең. Сондықтан мынау менің атымнан сыйлық бәтиеге. Енді екінші сыйлық алтынның атынан сыйлық. Бұл енді бәтие әлі жұмыс істейді. Сондықтан мына аты жазылған именной блокнот пен ручка. Арқылай жап-жас болып жұмысын жалғастырып халыққа емдеп жүргізе бер, ешкім алмасын ба. Ой, тамаша, сұлу қыздар. Жамаша, ары ұзарға бір қол салайын. Мынау қыздар, осылар бір тілекті Арқаттың 59 жылғы жігіттердің атынан қабыл Білмеймін, хауа меді, ема меді, әйтеуір қазір қыздар көп әдемі. Десе де қысық көзін Қытай қыздан, қазақ қыздың бодадай көз әдемі. Үнді қызы билейді мың бұрал, бәрібір қазақ қыздың бел әдемі. Қызыл сары қызынан Европаның, қара торы қызымның көз әдемі. Түріктің әлпештеген хатуныдан, қазақтың келін деген шен әдемі. Біз бұрынды біздің ұстырған кезде, тау бұрынды тау қызы неге әдемі. Орыстың бетіндегі секпілінен, қазақ қыздың бетіндегі мен әдемі. Жер бетінің қыздарын қатар қойсақ, қазақтың қыздары, оның ішіне 1959 жылы дүниеге келген Арқаттың қыздары ең әдемі бір болсын ғой. Тамаша, естілік сөйлерсен, қатарларын сиренесін. Ал, тос көтеріңіздер, жігер бірге.